Түркістан қаласындағы Шапағат мүгедектер қорына келіп отырмыз. Еркін ағаймен. Әзір ағай осы кішкентай қандай жұмыс бастағанын қысқаша айтып береді. Келесі жылы волонтерлар жылы, иә? Осыған орай сіз осы жерде волонтерларды қолданасыздар ма? Волонтерлар келе ме? Осы травмаға түскеннен кейін 10 жылдан кейін қоғам жұмыспен айналыстым. Мен қоғам жұмыспен айналысқан кезде өзім сияқты осындай тағдырдың қиын сынағына түсіп қалған адамдармен жұмыс істеймін деп солар жинап маған көмектескен, шынын айтқанда, осы Түркістан қаласында медицина колледжінің студенттері. Соларға барып агитация жасап, жұмыс жасадым. Олар маған волонтер болып қасыма қосылды. Мұнда келгенде толком өзі тамақ ішіп қоймай, коляскаға отырмай, практически нулевой движение деген. Көмектескенде бізге көмектесеміз деп келеді, негізі бізбен тәжірибе алмасақ. Тәжірибе болғанда біз техниканы, технологияны үйретеміз. Біз өмірде қандай да ситуацияда өздері ашады, өздері кіреді, мен сияқты. Арада келгенде де болмайды оған. Жұмысты бастамай тұрып, үйімді бастамай тұрып, сіз волонтер деген ұғыммен жұмыс болғансыз ба? Мен 22 жасымда осындай әскерден осындай жағдайға түсіп енді ол кезде мен білемін, не жүрем деген күрес болып. Тренировка жасау керек, жүру керек. Мен даже көшеге шыққан жоқпын 4 жыл. Қоғамда не болып жатқанын білген жоқпын. Телевизордан көрген. Маған мүсәпір ретінде, маған мүгедек ретінде қарағаны мені қайтадан үйге тығып тастады. Мен ол ұғымды жаңа айттым, 4 жылдан кейін мен рухани бір жігіттермен танысып, мықты дос болып, олар мені 2006 жылы мен үйден алып шықты, шынын айтқанда. Депрессиядан алып шықты. Сол кезде мен волонтер деген не екенін сол кісілерден көргем. Еркін аға көмектеседі, айтады, түсіндіреді дегенде жақсы адам қасында. Қалай ойлайсыз, қай елдерде осы волонтерство жақсы дамыған деп ойлайсыз? Англияда, Америкада, болмаса Азия мемлекеті бар ғой. Сол жерлерде дамыған болу керек. Волонтерство деген ұғымда, бірақ негізі волонтерство деген бізде ең бірінші дамыған деп ойлаймын. Бізде асар деген нәрсе болады. Алдан жиналып, біреуге барып көмектесіп, апаларымызға отынын жарып беріп, Совет одағы кезінде біздің аталарымыз бір пионер деген нәрсе болды бізде. Жаңағы тегін көмектесіп, отын жарып, сондай болады. Енді қазіргі заманда мынау термин ауысында волонтер болып кірді. Бізде бұл нәрсе баяғыдан бар, бірақ оны біз шетелдерді сияқты көрсете алмай жатыр. Жылдары бізде ондай нәрсені дамыту түгілі біздің инфляциямыз құлдырап төмен кетіп, не болып не қойған білмей егемендік алған кезде 2002 жылға шейін халық пен қоғам мен мемлекет екі бөлініп қалды. Сөйтіп мына ұғымның бәрі адам күнкөріспен, саудамен, жаңа біреуден тартып алудан сондай мәселелер болды да, көп ұғымдар бізде. Шетел кірді қанша біздің жаңағы нәрсемізді ұмыттырып тастады. Анаған көмектеседі тегін бар, оған ақша алмайды. Рахмет алады болды сол. Ұғым деген Сократ болсын, мынау орыстың ұлы ойшылы философ, ғұлама Лев Толстой болсын, біздің Құран болсын, біздің Абай атамыз болсын, Шәкәрім атамыз болсын, Яссауи болсын, барлығы бір ғана тұжырымда өмірдің мәні не деген сұраққа айналаңдағыларға қуаныш сыйлау, бақыт сыйлау. Сол кезде сен 1000 есе бақытты боласың. Жастар сол нәрсені істесе, біреудің алғысын алса, ол өзіне бумеранг қайтып айналып келеді, мықты болып айналып келеді. Сол үшін біреуге көмектесіп жіберсеңіз, біреуден алсаңыз, ол өміріңізде сізге өте пайдалы нәрсе. Қазақстанда волонтерствоны дамытуға қандай бір кедергілер болып тұр деп ойлайсыз? Қалай оны шешуге болады деп ойлайсыз?
өмірде екі нәрсемен тұрады ғой. Ақ, қара, ыстық, суық, доғал, өткір деген сияқты. Бізде қазір енді волонтерствоның бір дамыту емес, жүйелі жұмыс жасауына кедергі келтіретін нәрселер бар. Сосын енді барлық адам волонтер бола алмайды, әркім өзінің миссиясы бар өмірдегі. Енді волонтерство деген ол ерікті түрде дейді. Ерікті түрде қызмет жасау, ешкім қинамайды, ешкім зорламайды, ол істеген нәрсесіне ақы алмайды. Бұл нәрсені енді біздің мемлекет, шынын айтайын, өз пайдасына пайдаланады. Қорыққаннан істейтін волонтерлар бар, және ерікті волонтерлар бар. Негізі ерікті деген осы волонтерство, еріктілер деп жүрміз ғой қазір. Мынау еріксіз, бірақ ерікті қылып, официально оларды жалау ұстатып, футболкілер береміз деп шақыратын волонтерлар бар. Енді мендегі волонтерлардың ешқайсысы ондай нәрсесіз істейтін волонтерлар, олар ерікті түрде, ешқандай апайынсыз, ешқандай сабағынсыз, үйінің жаңағы бір қатып қалған қағидасынсыз өздері ерікті түрде келіп, өз жерге келіп, қолын жуып беріп, балдармен сөйлесіп, балдардың киімін жуып беру, еденді сыпырып беру, сырттың формасын жасау, оларға ешкім ақша төлемейді, ешкім келіп, сен келіп қол жу демейді, өздері ерікті түрде келеді. Міне волонтерство еріктілер, ерікті түрде келіп қызмет жасайды. Негізі жаңағы ақ-қара дегеннің біреусі екі ұғым бар біздің мемлекетте: заставляет и не заставляет деген ұғым. Өздеріңізде онымен кедергіде болып жүрген шығар, неге бара бересің Сардарға? Не беріп жатыр? Ол мүмкін секта шығар деген ұғымдар пайда болады да. Ол түсінбейтін адамдардың сіздерге зиян жасайды. Енді сізде ақыл ой бар, сізді ешкім қинамайды, өзіңіз ерікті түрде. Сардар маған айтқан жоқ, мен просто жақсы нәрсені көргім келмейді. Ерікті түрде барасыз. Оғым солай ерікті деген. Істеп жатқан жұмыстары, мысалы, олар көбінесе волонтерлар болған кезде көп айтады, сол футболка береді, шапка, кепка береді деп. Осы жердегі волонтерлардың саны бірінші қанша волонтерлар бар, бірмен әлі тұрақты волонтерлар. И олардың осы жерге келіп жүргендегі бір ойлары, мысалы, қалай көз аласыздар? Тұрақты бізде тіркелі волонтерство айттым ғой, 2010-нан бастасам, содан бері санасам қазір, санын білмеймін, санын жаңылсам, өте көп. Нақты бізге келіп жүрген қазір 200-ден аса. Енді 2010-нан, 2013-тен бастап шапағат мүмкіндік шексіз азаматтар қауымдастығына келді десек, 2000-нан астам волонтерларымыз бар. Бізде волонтерлар тек жастар емес, бізде волонтерлар үлкен апалар, әжейлер, көкелер, даже қоғам бірлестіктер, кәсіпкерлер бізде волонтер келеді. Бізге ең алғашында мысалға студенттер келді дейік, жас ғана бірінші курста, екінші курста студенттер келсе, олар бізге көмек берейік деп келеді, жаны ашып. Сөйтеді дағыны бізді көреді, мотивация алады. Әртүрлі балдардың қимылынан, қиындықпен күресіп жатқанда мотивация алады дағыны. Значит, бұларға көмек керек емес, бізге көмек керек екен деп келетін волонтерлар көп бізде. Тұрған кезде таңертең стресс деген нәрсе болады, күнделікті. Әртүрлі қиын жағдайда, әртүрлі қиын нәрсемен күресіп жатқан. Соны көріп, өмірге деген құлшыныс артады. Мұсаның хикаясында, Мұса пайғамбар сол кезде айтады, Мұса Құдаймен әрдайым сөйлеседі, бірақ көре алмайды. Бірақ мен сені көргім келеді дейді. Сол кезде көру үшін осындай жерде ауру міскін жатыр, соң үйіне бар дейді. Сол кезде соң үйіне барған кезінде кедей, жұпыны, қасында бір ғана адам отыр, елдегі келген үлкен кісі. Басқа еш нәрсе жоқ, қарайтан Құдай жоқ, қарасың. Құдайды представлять еткен ғой өзіне, бір керемет, жарық нәрсе деп. Барса ешкім жоқ, кетіп қалады. Сөйтеді дағын Құдай құлағына сыбырлайды, сен мені дұрыстап сәлемдеспедің дейді. Орада аурумен бір қария кісіден басқа ешкім болған жоқ дейді. Мен соның қасында отырдым ғой дейді. Сен соны көрмедің, значит, сен маған жақын емессің.
міне бұраға келгенде кәсіпкерлердің адами тұрғыда бір Құдайға жақындау, жақсылықтың отдачасы болады. Мына кісіге жақсылық жасаса, ол өмірде өзіне сабақ. Сондай нәрсемен волонтерство жасайды көп. Міне осы сіз келіп тұрған мәселемен бізде журналист волонтерлар болады. Осы мәселемен келеді дағыны ерікті түрде келе бергісі келеді. Мүмкін осы жерде бір магнит бар шығар, энергия бар шығар, сондай бір мейірімділіктің, шынайылықтың, адамгершілік бар өмірде сол Бекұлан айтып жатқандай адамгершілік, шынайы дейді ғой, шынайы ортада жүру деген қарапайымдылық қалып баратыр да. Шын айтқанда көбісі маска киеді, бір жерге бару үшін дайындалады, өзін әдемілейді, сөзін дұрыстайды. Бірақ кей кезде сол артық болып кетеді дағыны маска дейді қазір. Адам өзінің бет бейнесін, өзінің реальный түрін жоғалтып алады дағыны, қоғамда қиын болып қалады оған жүру. Үлкен рахмет сізге осындай сұхбат беріп, бұл сұхбат жастарға, осы аудан жастарына өте шабытты сұхбат болды деп ойлаймын. Өйткені осындай адам осындай дәрежеде жұмыс істеп жатқаны Түркістан облысында біз бәрі айтамыз, Қазақстанда көптеген облыстарда біз осы кісі туралы айтамыз. Бәрі біледі, облыстан, республикадан келеді ғой. Жалпы біз бір ғана нақты мақсат бұл жерде біз адамдарға көрсеткіміз келді. Жоқ нәрседен бар етіп, адамдарға шабыт беріп, қызығушылық оятты. Мысалы үшін көп адамдар, мысалға жүре алмайтын адамдар келіп жүріп кету, ол өте үлкен бір жақсы нәрсе. Бұл уақытта көптеген волонтерлар басқа да түрлерде болады деп ойлаймын. Өйткені сіздің ұйымыңызда көптеген волонтерлар бар. Бірақ соңғы сұрағымыз, не үшін басқа ұйымдарда волонтерлардың ұстау қиын болады? Көптеген ұйымдар бар, білесіз, бірақ оларда волонтер келесіз, одан кейін қайтып кетіп қалады, ондай бір қандай бір сіздерде бір. Сіз де жастармен жұмыс істеп жатсыз. Мен де жастармен жұмыс істеп жатырмын да. Мен бақытым көп. Жастармен де жұмыс жасаймын, үлкен кісілермен де жұмыс жасаймын, мынандай ситуацияға түскен жұмыс жасаймыз. Бірақ біз волонтерларды бізге пайда үшін, пайда тигізу үшін шақырмаймыз. Біз оларға бір нәрсе беру үшін шақырамыз, сіздеріміз да. Неге айналамызда волонтерлар көп? Енді кейбір ұйымдар бізде волонтерлар жоқ деп жылайды да жүреді. Өйткені олар бір нәрсе талап етеді келген адам. Біз талап етпейміз. Бізде талап тек адам болу, дұрыс жүру, өзіне зиян жасамау. Мүмкін соның үшін бізде көп қоғам бірлестіктерде волонтерлар жоқ. Талап көп, бірақ өздерінің беретін нәрселері жоқ та. Сіз мысалға шетелде оқып келгеніңізден бөлісіп жатсыз, оған ақша сұрап жатқан жоқсыз. Мен өмірдегі тәжірибемнен бөлісіп жатырмын, оған ақша сұрап жатқан жоқпын келген волонтерлерден. Сол үшін ол менен алған тәжірибесімен бөліседі басқа жерде. Менде болған волонтерлардың қазір университет бітіріп кеткен, оқу бітіргендері, мен білем, бізде үйінде оқыған, аққанмен ауыратын Арайлым деген қыз бар. Шымкентте өнер факультетінде Мұхтар Әуезовтің оқиды. Бізде волонтер болып, оқушы кезінен үйінде оқыды ғой, оқу. Мен сол кезде ол қыздан сұрайтын едім. Концерттерге алып шығып, өз үйінде өлең жазады. Шумақтар, өлең шумақтар. Сол кезде оған айтатын едім мен. Арайлым деп, мынандай кезде, мынандай істейсің ғой, Балмасқыратта сондай представление болсын десем, маған ренжиді да, аға күледі маған. Аға менде туман, дым жоқ. Мен бала болып мектептің кружогына, мектептің Балмасқыратына, жаңа жылына қатысқан емеспін, үйде оқыған қызбын, аққанмен алып жаңағы неге түскенде қаш түсіп қалады, иммунитетпенен. Сол қыз біз тәрбиелеп шықтық. Сол нәрсесін естігеннен кейін оған көмектескіміз келді. Хат жаздық Мұхтар Әуезовке, университетке грантқа түсті. Бірінші курсында волонтерствомен айналысып кетті. Көрдіңіз ба? Өйткені ол волонтерлық ұғымды бізден үйреніп, университетте бірінші курста, әйтпесе қарасаңыздар, волонтерство не екенін үйреніп жүреді. Ал ол қыз волонтерствомен жұмыс жасап, біз Шымкентке барғанда бізге студенттерді жинап залып толтырып берген, Арайлым деген. Қазір міне университет оқып жатыр, дополнительный акиматта жұмыс жасайды, Алласына
қарасаңыз, бұның бәрі сіздердің волонтерство, келешек карьераңызда, любой жұмыста тұрақты істеп кете беруіңіз. Бізде көп нәрсе волонтер болады, бір қызметке отырады. Жаңағы екінші волонтердің түрін айтайын. Ақшамен, футболкамен волонтерство болады, бір қызметтерде болады, көке жәке тауып алады, қызметке отырғызады, қоғаммен байланыс үзіледі. Сол баяғы нәрсе ол да қалыптасып қалды біздің жоғары жақта отырғандардың көпшілігінде қарапайым қоғамдағы мынандай волонтерство мен волонтерствосын арасы қоғамда да өкіметте де өте үлкен ара жігі ажырап тұратын волонтерлар пайда болады. Сол үшін мен айтам, қарапайым болу керек. Сол кезде басқа қоғам бірлестіктерде өздерін жинайды. Маған жастар бір нәрсе береді деп емес, мен жастарға бір нәрсе берем деп жұмыс жасатса, жылданы адам өзі жасайды. Кереметтің бәрі өзімізде, тек соны қолдану керек. Бұл медицинаға доказать етіп жатыр, жүрмейді деген адамдар қайтадан жүреді. Үлкен рахмет Еркін ағай, сіздің мынау берген сөздеріңіз, сұхбатыңыз міндетті түрде көптеген ұйымдарды, көптеген жастарды шабыттанып тұратынына мен сенімдімін. Үлкен рахмет, жұмысыңыз алға баса берсін, ойлаған арман ниеттеріңізге жете беріңіздер.